Елімізде орташа жалақы қазіргі кезде 460 мың теңгенің маңайына келіпті. Бұл енді халықтың осынша табады дегенін білдірмейді. Бұл арифметикалық түрде есептелген. Бір адам миллион теңге алса, бір адам 100 мың теңге алады. Екеуін қосады да екіге бөліп арифметикалық түрде екеуі де 550 мыңнан алатындай есеп. Бұл есеп әрине үкімет үшін керек, халық үшін емес. Үкімет қарайды қай өңірде осындай орташа жалақы төмен, демек ол өңірдегі ең төменгі жалақы да төмен, халықтың табысы төмен деген сөз. Сол өңірді дамытуға әрекет жасайды. Ал енді медиандық орташа жалақы деген бар, ол шамамен 300 мың теңгенің көлемі. Енді бұл бір кішкене болса да шынайылыққа жақынырақ, өйткені біздің халықтың көп бөлігінің табысы 200 мың мен 300 мыңның арасында. Көп, яғни былай айтқанда бізде 10 миллионға жуық еңбекке жарамды халық болса, соның ішінде 9,5 миллион адам жұмыс істеп жүрген болса, солардың көп бөлігі, яғни 70%-ға жуығы 200 мың мен 300 мыңның арасында табыс табады. Сондықтан енді мысал ретінде айтсақ, жарайды 200 мың болсын, оның өзін жеткізу қазір жағдайда өте қиын. Түсінікпен қараймын. Дей тұрғанмен бір әдет қалыптастыру керек. Әдетте дамыған мемлекеттерде мынандай 50-20-30 дейтін формула бар. Ол 50 дегені бұл азық-түлікке қажетті заттарға кететін шығындар, табысыңыздың 30% бұл қалауларыңызды орындауға. Яғни отбасыңызбен киноға барып келесіз, отбасыңызбен бір демалысқа барасыз, немесе бір қосымша киімдер сатып аласыз дегендей қалауларыңызды орындауға арналады. Кейін 20% ол жинақтарға арналады. Бізде енді көбінесе қателік жасайтын. Бірінші кредиттарымыз күтіп тұрады, бірінші жаңағы азық-түлік шығындары бар, басқасы, соларды жабамыз. Содан кейін қалбасы қалауларымызды орындауға тырысамыз. Одан кейін тіпті жинаққа да қалмай қалды ғой деген ойға келеміз. Бұл енді қате шешім, кері жүру керек. Бірінші жинаққа аудару. Сіз әрине 200 мың теңгенің төңірегінде табыс тапсаңыз, оның 20%-ын бірден аудару қиын болуы мүмкін. Сондықтан ең маңыздысы қанша аударғаныңызда емес, ең маңыздысы әдетте қалыптастыру. Яғни 5%-ын болса да аударыңыз. Яғни 5 мың теңге болсын, 10 мың теңге болсын. Бірінші өзіңізге төлеңіз деген сол. Яғни жинаққа аударып қоясыз. Әр табысыңыздан бізде көбінесе бір бонус болып қалса, бір жерден проекттен, жобадан ақша түсіп қалса, ой, жақсы ақша түсті, кеттік жуайық деген әңгіме болады. Кейін сөйтіп ол ақшаны шашып тастайды. Ондай табыс болса да, тіпті біреу көрімдік берсе де, туған күніңізге біреу сыйлық жасаса да, оның 10%-ын аударып қою әдетке айналдыру керек. Яғни, мынау сіздің көрімдігіңіз деп бір адам мысалға 20 мың теңге берсе де, оның 2 мың теңгесін аударып қойыңыз, қалғанын жұмсай беріңіз. Сондай бір әдеттің қалыптасуы біздің қоғамымызда өте керек. Сол үшін де бірінші өзіңізге төле деген осы.